Көктемде халықтың үйімен бірге үміті де суға кетті. Олай деуіміздің себебі көктемгі су тасқынында халыққа көмек көрсетуге ұмтылып, қолдау білдірген Перизат Қайрат халықтың ақшасын ұрлады деген күдікке. Ал қазір бұл қарындасымыз Аманат партиясымен қандай да бір байланысы бар деген әңгіме жүр. Бұл рас па? Зерттейміз. Бұл бағдарламамызда осы аптадағы ел аузында жүрген тақырыптарды талқылаймыз. Сіздермен бірге ел дауысы және мен Талаптан Иманбай. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметтері бойынша Перизат Қайрат 1,5 миллиард теңге ұрлап, бұл қаражатты қайырымдылық қорына жиналған халықтың ақшасынан алуы мүмкін. Алғашында көмекке мұқтаж жандарға жиналған қаржыға бірнеше қымбат көлік сатып алыпты. Mercedes-Benz S450, Lexus LX 600 хавал маркалы көліктерінің әрқайсының құны бірнеше миллион теңге тұрады. Сонымен қатар ол Астана қаласындағы элиталық тұрғын үйлер мен коттедждардан бірнеше пәтер сатып алған. Олардың жалпы құны 600 миллион теңгеге жеткен. Перизат Қайраттың өмірі де қымбат мейрамханаларда Дубай, Лондон, Стамбул қалаларында өткен. Әлемнің ең қымбат қонақ үйлерінде түнеп сәнді аксессуарлар мен әшекейлерді әйгілі брендтардан сатып алған. Перизаттың Инстаграм парақшасында тіпті яхтада қыдырып керемет өмір сүргені туралы да мәліметтер бар. Аталған әрекеттердің барлығы тіпті оның туыстары мен достарының көмегімен қайырымдылық қорына жиналған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған. Ал бұл қадамдардың барлығы 8% сыйақы алу мақсатында жасалғаны айтылып отыр. Біз Перизат Қайрат кім екенін анықтап көрдік. Оны соңғы бірнеше күнде барлық әлеуметтік желілерде талқылай бастады. Оның барлығы осы 1,5 миллиард теңгеден кейін. Көктемде су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсету мақсатында әлеуметтік желілерде өзі үндеу жасап, кейіннен сол хабарламаны өшіріп тастады. Қазіргі таңда бұл іс бойынша қаржылық мониторинг агенттігі тергеу жүргізіп жатыр. Қордың ресми мәліметтері бойынша біз біргеміз қоры көмек көрсету мақсатында 15 мың еріктіні біріктірген және әртүрлі әлеуметтік жобалармен айналысады. Бұл қор су тасқыны мен пандемия кезінде халыққа көмек көрсету үшін ұйымдастырылған болатын. Сонымен қатар Түркиядағы жер сілкінісі мен Палестинадағы қақтығыстарға да көмек көрсетті. Қордың толық атауы «Біз біргеміз Қазақстан 2030 қоғамдық бірлестігі». Ол 2021 жылы Нұр-Сұлтанда Әділет департаментінде тіркелді. Ал жетекшісі Перизат Қайрат. Жалпы Қазақстанда «Біз біргеміз» брендімен соңғы жылдары бірнеше ондаған ұйым тіркелген. Бұл қоғамдық ұйымдар олардың облыстық филиалдары, тіпті таза коммерциялық сауда фирмалары бар. Осындай бастама егер естеріңізде болса, 2020 жылдың көктемінде карантиннің басында пайда болды. Ол кезде Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы мәртебесінде болған Нұрсұлтан Назарбаев бастамашы болып, ал негізгі қозғалыста оның Нұр Отан бойынша орынбасары Бауыржан Байбек еді. Қордың құрылтайшылары арасында танымал тұлғалар да бар. Ескертетін жайт, бұл ақпараттың барлығы ашық дерек көздерден алынды. Айтпақшы, кейбір құрылтайшылар туралы ашық дерек көздерде мәліметтер табылмады. Жалпы қордың 2023 жылы салық төлемдері 165 мың теңге көлемінде болған. Бізде Перизат Қайратпен бірге 10 адамнан тұратын құрылтайшылар тізімі қызықтырды. Бұл әрине аса танымал емес тұлғалар, бірақ олардың байланыстыратын нәрсеге назар аударайық. Атап айтқанда, Нұр Отан партиясының қазіргі Аманат партиясы. Олардың кейбіреулерін атайық. Мысалы, 16 жасында Жас Отанда мансабын бастаған 25 жастағы Арсланбек Мазғұм. Ал қазір билік партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының Астана филиалының басқарады. Сонымен бірге елордалық мәслихат депутаты Сергей Матюшенко, Астана қаласындағы Байқоңыр аудандық филиалының атқарушы хатшысы 30 жастағы Әйгерім Серікжанова, Аманат партиясы жанындағы жастар рухы қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы деп аталатын немесе Аян Хафиз сол Аманат жастар қанатының белсендісі.
Адата KZ деректері бойынша Перизат Қайрат Rebel Flowers жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жеке кәсіпкерлік РК басшысы, сондай-ақ үстел теннисі федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы болып табылады. Ол әлеуметтік желілерде белсенді, өз парақшасында гуманитарлық көмек көрсету туралы посттар жариялаған. Оның айтуынша ол Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің ұшақтарымен көмек жеткізуді ұйымдастырған. Алайда су тасқыны аяқталғаннан кейін оның парақшасындағы жарияланымдар өзгере бастады. Көбіне әлемнің әртүрлі қалаларынан суреттер салынады. Сондай-ақ оның парақшасында өзі туралы ақпарат бар. 32 жастағы Перизаттың туған жері Ақтөбе қаласы, 2015 жылы Астанаға көшіп келген. Ол британдық Ноттингем университетінің түлегі. Қазақстанда әкімдікте, саяси партияларда және Біріккен Араб Әмірліктерінде тұрып жұмыс істеген. Ол өзінің Прада жабық шоуына қатысқанын және Кембридж университетінде оқуға түскенін мәлімдеген. Жалпы Перизаттан бөлек Нұрсұлтан Назарбаевтың жүздеген миллиард теңгеден тұратын бірнеше қоры туралы соңғы жылдары біз ғана емес, басқа да журналистерді айтып келеді. Қаржы мониторинг агенттігінің қолдары оларға жете ме, жоқ па? Бұл үлкен сұрақ. Немесе бұл агенттік біз біргеміз сияқты ұсақ-түйектермен ғана айналысады ма? Осы салада жүрген мамандар бұл жағдай халықтың қорларға деген сенімін төмендетеді дейді. Негізі мен Перизат жайлы мен енді қазір ғана естіп жатырмын. Өйткені білесіз ғой, біз біргеміз деген негізгі ұранға онша жақтырмаймын. Өйткені бұл біз біргеміз ұранымыз, ол көбінесе аманаттың ұраны. Біз бұған көп қарсы шыққанбыз. Өйткені көп біз біргеміздің сондай көмегі көбінесе мысалы қазақстандықтар жинап жатыр, барлық жинап жатыр, бірақ осы жинаған кезде көбінесе аманат партиясына деп елге апаратын. Сол және су апатынан да болған кезінде, екібастұздың жаралатқан кезінде де сондай болды. Сондықтан енді мына көрініп тұр, мына жағдай көрініп тұр. Бұл біз бірге емес, біз көбінесе жеке адамның мүддесі бұл жерде алдында жүріп жатыр. Сол сияқты осы Перизат Қайрат енді шын ба, шын емес па, енді ол сот және оны құзыретті органдар енді көріп жатар. Бірақ шуламаса шақалмайды дегендей, мен бұған енді шыны бар шығар деп мен сенемін. Өйткені ол өте үлкен сомалар, біріншіден. Екіншіден, енді АФМ бұл көліктер, үйлер, бүкіл сондай саяхаттар қай жерден шығарылған, қай ақшадан төленген, сондай бәрін қарастырған шығар. Енді бір жағынан үлкен лауазымды адам, өйткені қаншама адам ол фондқа ақша жинады. 15 мың волонтері бар фонд. Егер былай ресми түрдегі мағлұмат бойынша 15 мың адам сол фондқа көмектесті, жұмыс істеді. Сол партияның рұқсатынсыз олар жұмыс істей алмаушы еді. Сондықтан осындай үлкен қорға және әсіресе партияның, енді биліктің партияның қорының басшысын осындай оны сотқа беру, осындай іс қозғау, бүкіл схемаларын тексермесе, ол туралы бізге жарияламаушы еді. Ондай қайырымдық қорларда волонтерлер көп қой бізде. Шынымен де бар ынтасымен жұмыс істейтін, мысалыға жануарларға көмектесетін қорлар бар, мүгедектерге көмектесетін қорларға бар, аутизм, басқа балаларға көмектесетін осындай қоғамдық қорлар бар. Немесе онкологиялық аурумен ауыратын адамдардың қорлары бар. Енді әрине бізде бұл жағдай өте үлкен зақым келтіреді. Өйткені ең бірінші сондай бірінші зақым бұл азаматтарымыздың, қоғамымыздың осындай қорларға сенуден қалады көбінесе. Бірінші сенім кетеді. Сондықтан егер бұл компаниялар енді ақша жинайды деп, енді қазір қиын болады. Және онсыз да негізі қоғамдық қорлардың жағдайды оның да алдында мәз емес еді. Қазіргі заманмен де жұмыс істеуге қиын қоғамдық қорларға. Өйткені қоғамдық қорды ашуды да қиын негізі.
Дәл осы шығарылым дайындалып жатқан кезде Перизат Қайратқа қатысты тағы да бір даулы ақпарат шықты. Қаржы мониторинг агенттігі «Біз біргеміз» Қазақстан қайырымдылық қорының жетекшісі Перизат Қайрат Палестина халқына көмек ретінде жиналған 200 миллион теңге қаражатты жымқырды деген күдікке ілінгенін хабарлады. Ал 16 қарашада, яғни бүгін, Астананың тергеу соты Перизат Қайратты 2 айға қамауға рұқсат берген. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес өзге деректер жариялануға жатпайды. Дәл қазіргі уақытта сізбен біз білетіндей қайырымдылық қорлары өте көп, бірақ оның барлығы адал жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймыз. Мәселен, Талғар қаласында орын алған Шерзат марқұмның жақындарына көмек ретінде 7 бірдей қор ашылған. Бірақ адвокаттар бұл алаяқтардың ісі деп жатыр. По сборам и всевозможным каким-то мошенническим вопросам мы столкнулись с тем, что около 7 каких-то непонятных сборов были объявлены якобы семьей потерпевшего, то есть Каржаубая. Мы хотим еще раз официально сказать, что никаких сборов семья и представители семьи не объявляли и не проводят. Шерзат Полаттың өлімі бойынша күдікті ретінде қамауға алынған азаматтардың туыстары қайғы жұтқан отбасыдан орын алған жағдай үшін кешірім сұрады. Алайда олар бұл бейне үндеуде Шерзаттың әкесі Қаржаубай мен ағасы Нұрқанаттың да жауапқа тартылуы керек дегенді алға тартты. Елімізден, халқымыздан кешірім сұраймыз балалардың сондай істегеніне. Бірақ та әділ болсын, Нұрғанатты жауапқа тартылсын, Қаржаубай да жауапқа тартылсын. Соны тілейміз біз соны тілейміз. Күдіктілердің туыстары істе түсініксіз жайттар көп екенін айтады. Олар Қаржаубайдың сөзі шындыққа жанаспайды деп отыр. Осыдан басқа адвокаттар соңғы ақпараттармен бөлісті. Баршаңызға 11 күдіктің ұсталғаны белгілі. Ал қоғам болып жазалануын сұраған 2 қыз бала куәгер ретінде қалады. Үстілерінен ешқандай қылмыстық іс қозғалмайды. Ішкі істер министрлігі Шерзат ісі 5 бап бойынша тергелетіндігін айтқан. Енді соған 188 бап ұрлық жасау бабы қосылды. Оқиға күні сол жерде болған Шерзаттың ағасы Нұрқанаттың телефонымен әмияны ұрланып кеткен. Ал үй өртенуіне келсек, сол аумақтағы көптеген тұрғындардан жауап алынған. Әзірше табылған жалғыз айғақ зат ол оттық, бірақ одан ешқандай саусақ іздері табылмаған. Басқа жаңалықтарға келсек, әскерде тәртіп орнатамыз деген уәде сол күйінде сөз жүзінде қалды. Себебі 5 күн ішінде 2 бірдей сарбазымыздан айырылдық. Осы жолы сарбаздар өліміне кім кінәлі? Тағы оқыс оқиға ма әлде баяғы шіріген жүйе ме? 9 қарашада Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңбазар ауылының тумасы 18 жастағы Мұхамедияр Тастан есімді сарбаз қаза тапты. Ол Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне қарасты әскери бөлімде әскери борышын өтеген. Туыстары сарбаз өзіне 2 рет оқ атып қаза болды деген ресми органдардың тұжырымдамасына күмән келтіреді. Себебі 100 келілік бала қабырғалары көрініп шыбықтай болып қалған және жиі ақша сұраған. Туыстарының бірі Мұхамедиярдың денесі адам шошырлық жағдайда келгенін айтады. Асық бала. Мұна түрі екеуін салыстырып бола ма екеуін? Бұдан беттер бұл кеткен қазір. Баланың алдына кірдім, енді айта алмаймын. Көздері ағып кеткен. Көздері ағып кеткен. Басының мына жерін тік тастаған, мақұл мойнына атыпты, мойын тік тастаған, басының арқасын неге тік тастаған, шекесін тік тастаған, көзін тігіп тастаған, көзі жоқ. Ой, көріп жүрегім шыдамады. Ойбай, оны да түсіріп алдым, жүрегім шыдамаса да. Көздері жоқ болып кеткен. Көздері жоқ, бір көзін тік тастаған, бір көзі ашылып қалып кеткен, жоқ болған күйінде. Бұл сарбаздың өлімі осы айға соңғысы емес. 9 қарашадан 5 күн өткенде 14 қараша күні түнде Жетісу облысы Жаркент қаласында 74-те 261 әскери бөлімінің инженерлік қызметінің бастығы капитан Дархан Дәулет мерт болды. Әскеридің жақындары оны 3 сарбаз майордың тапсырмасымен соққыға жығып өлтірді дейді. Ал қорғаныс министрлігі мұндай нұсқаны жоққа шығарып отыр. Марқұмның әпкесі Гүлмира Мәулетқызы бұнымен келіспейді, өзінің нұсқасын айтып берді.
бізге солай айтты. 3 солдат жаңағы ерегесіп, одан кейін барып майорға барып айтқан, жаңағы майордың аты жөнін мен білмеймін. Әйтеуір білемін, что бір офицер бар екен. 3 сарбаз и бір офицер деді. Майор екен сені. Соған барып айтқан, осындай деп, содан кейін ана кісі айтқан, жаңағы майор мырза айтқан, енді істей беріңдер, істейтін болсаңдар. Анан бытсын шығарамыз ба енді, сазайын береміз ба деген кезде ана кісі рұқсат берген болып тұр ғой. Жаңа ол сол әңгімені де жаңа генералдардың алдында, жаңағы командир частидің алдында да мен қозғаған кезде, я солай болып тұр деп, оларды өздері де неғып тұршы, қашып тұрған жоқ. Я сондай болып тұр дейді. Ендігі бір мәселе мына жерде, жаңағы 3 солдат, бір офицер деп тұр ғой ол жерде. Ол жерде тағы да 2-3 адам қатысуы мүмкін деп айтып жатыршы, потому что арқасын тепкілеген болып тұр, арқасының бәрі көкпеңбек, басынан ұрған, мына бас сүйегі, шеке жағы, маңдай жағы, мына жақтары ішіне кіріп кеткен деп айтты. Ана сүйекке түскен неғылар, қолдарының бәрінде жіптің іздері бар. Қолын артқа қарай байлаған кезде ласточка қылып байлайды екен. Оны қазіргі солдаттар олай байлай алмайды екен. Ана жерде біздің тергеу жаңағы жүргізіп жатқан кісілер де айтады да, оны қазіргі солдаттар, жаңағы генералдар да айтып отыр, оны қазіргі солдаттар оны олай байлай алмайды оны білу, жаңағы байлап білу, оның өзі бір не деп айтып жатыр да, қиындау нәрсе депші. Соған қарағанда тағы да 2-3 баланың несі бар екен, 2-3 бала бар шығар деп ойлап отырмыз енді. Пока біліп отырғанымыз 3 сарбаз, бір офицер болып тұр. 14 қарашада диверсияға қарсы қауіпсіздік бойынша жоспардан тыс сабақтар өткізу барысында қауіпсіздік шараларын бұзу салдарынан Жаркент гарнизоны әскери бөлімдерінің бірінің офицері алған жарақатынан мерт болды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жарияланбайды. Құрлық әскерлерінің қолбасшылығы марқұмның туыстары мен жақындарына көңіл айтады. Оларға барлық қажет көмек көрсетіледі. Біз алғашқы бағдарламамызда дәл осы қоғамда резонанс тудырған жас сарбаздардың өлімі жайлы айтқанбыз. Сол кезде Қорғаныс министрлігі арнайы жиындар өткіземіз, тергеу жүргізіп, бұл істі толық зерттеп әскери жүйеге тәртіп орнатамыз деп елді сендірген еді. Содан бері ешқандай өзгеріс көрмедік. Бірақ сол кезден халықтың көргені министрдің әйелінің әскерилермен түскен бейнебаяны ғана болды. Сол үшінде бізде тағы сұрақ туындап тұр. Әскердегі өлім қашан тоқтайды? Және ата-аналар балаларын қорықпай әскерге жібере алатын кез бола ма? Сарапшылар Трамптың ақштағы жеңісінің валюта бағамдары мен алтын құнына әсерін бағалады. Сарапшылар Трамп 1892 жылы Гровер Кливлендтен бері сайлауда 2 рет қатарынан жеңіске жете алған алғашқы американдық президент болуы мүмкін екенін атап өтті. Оның жеңісі Ақ үйдің саяси ғана емес, экономикалық стратегиясында түбегейлі өзгерте алады. Бұл тек Америкадан ғана емес, сонымен бірге әлемдік жалпы ішкі өнімге де әсер етеді. Қазір кейбір сарапшылар өз болжамдарын айтып жатыр. Бізде экономистен валюта мен қымбат металдар бағасының өсуі туралы болжамдар рас па деп сұрауды шештік. Сондай-ақ қарапайым адамдар өз жинақтарын қалай және қайда сақтау керектігі туралы. Енді былай қарағанда доллардың бағасы өзіне өсіп жатыр. Жаймен деп өсіп жатыр. Оны өзіңіз көріп тұрсыз. Алтынның бағасы биыл 50%-ға дейін өсті дейді. Бірақ ол Трампқа байланысты ма, оған байланысты емес, оны біз білмейміз әлбетте. Бірақ негізі мен ойлаймын, бұл осы саяси жағдайдың арқасында соның бәрі болып жатыр. Себебі өзіңіз біліп тұрсыз, көріп тұрсыз, мына дүние жүзінде саяси жағдай, яғни геосаяси жағдай өте оңай емес. Тіптен көршілер
көршілес ел соғыста, яғни олар санкциясы бар, мысалы Ресейді айтып кетейік. Сондықтан ол жақта да мысалға және басқа мемлекеттерде осындай геосаяси жағдай онша болмағандықтан көбісі мына банктардың, көбінесе осы банктар алтын сатып алады. Алтынды көп сатып алып жатыр, мына запасқа, осы қоймаға, негізі мына әр мемлекеттің өзінің қоймасы бар, сондай валюттық қойма деген. Сондықтан соған мысалға алтын сатып алып, сондай енді золотовалютный запас есебінде оны сақтауға, соның арқасында бағалар биыл өсіп кетті. Енді Трамп келгенде одан да қатты өседі деп мен оған сенбеймін. Мүмкін 10%-ға өсуі мүмкін, бірақ 50%-ға дейін өседі деп ойламаймын. Себебі ондай 50%-ға өсетін болса, банктер уже оны алмайды, ол пайдалы емес. Енді долларды айтып кетсек, біз жерде ФРС деген бар. ФРС деген ол енді учетная ставка, мына банктың мына Трамп келгенде сол ФРС-ны мен өзгертемін деген сондай өзінің ұсынысы бар, өзінің жоспары бар. Соның арқасында ол енді Трамптың мысалға негізі саяси, ол протекционизм, ол Американы мен қорғап, ешқандай мен дүние жүзіне өзімнің мына экономикалық қызығушылығымды көрсетпеймін деген сияқты. Бірақ ондай болады ма, болмайды ма, әлде ешкім білмейді. Бірақ доллардың өзі өскені, мысалға бізде де көріп тұрсыз, мына Ресейде рубльдің де жағдайы онша жақсы болып тұрған жоқ. Сондықтан соның арқасында біз енді байланысты мемлекет, біз енді бір одақтамыз, яғни біздің экономикалық өте тығыз байланыста. Сондықтан соның арқасында бізге де әсер тиюі мүмкін осы теңгенің осындай күшін жоғалтқанына. Бірақ негізі қатты өседі деп оны мен ондай болжам қойғым келіп тұрған жоқ. Бірақ кім біледі енді, ол деген қазір геосаясиде бәрі байланысты. Бір жерде тағы да бір соғыс ашылып кетсе, оның бәрі өзгеруі мүмкін әлбетте. Бірақ қазіргі болжамда менің өзім болжамым бойынша баға қатты өспейтін сияқты. Енді мысалға ал жарайды, долларды қазір сатып алдық, доллардың бағасы өспей қалды, тұрып қалды. Ондаша сол ақша босқа кеткен сияқты, доллар тек жай тұрады. Мүмкін доллардың бағасы түсіп кететін шығар. Тіпті Трамп келгенде ол либерализацияға барам дейді, ол мүмкін долларды жібере салатын шығар. Доллар қазір қатайып тұрғанда мүмкін төмен түсіп кететін шығар. Оны ешкім білмейді. Және мысалға қорқып тұрғанымыз, мысалға Трамптың саяси негізі изоляционизм дейді. Яғни ол мысалға мұнайдың бағасын төмен түсірем деп сондай жоспар қойып тұр. Бірақ ол болса, әлбетте доллардың бағасы ұшқынып кетеді, өсіп кетеді. Бірақ олар болады ма, болмайды ма, оны да нақты біз білмейміз. Сондықтан егер мысалға адамдарға мен ойлаймын, енді ең біріншіден мысалға егер мүмкіншілік болса, бір пәтер сатып алған, жылжымайтын мүлік. Екіншіден бизнеске инвестицияңыз мүмкіншілік болса, бизнеске инвестиция жасау. Үшіншіден, егер мүмкіншілік болса, әлбетте долларда ол жаман емес, бірақ бір жағынан депозиттің қазір пайыздар жаман емес. Депозиттің арқасында да мысалға ақша табуға болады. Бірақ ең бірінші, ең жақсы инвестиция өзіне деген сөз бар ғой енді. Сондықтан өзіңіз біліміңізге, мүмкіншілігіңізге, өзіңізге бақытыңызға, соның бәрі ең жақсы инвестиция деп саналады. Сондықтан инвестиция дегеніміз сол ақшаны жай тұрмай, оның мүмкіншілігі жоқ. Тек мысалға мұнда алтын алып отырғанда да мен түсінбеймін. Мысалы жұрттар алтын алып алады да, оны мысалға бір жерге сейфке сақтау керек, оған да ақша кетеді, сақталады. Сосын ол қатты өспей қалуы да мүмкін. Сондықтан оның бәрі рискке көрінеді. Осы аптада орын алған ел аузында жүрген жаңалықтар осындай болды. Ел даусы бұл елдің үні. Сіздермен бірге болған ел даусы ұжымы және мен Талаптан Иманбай. Арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Жақсы күндерде жолыққанша.